Төтенше жағдай мен карантин кезінде әлеуметтік төлем шотын ашу үшін қазақстандықтар банктерде кезекте тұруда. Бұл жолы да отандастарымызға Каспий KZ инновациялық компаниясы көмекке келді. Алдағы жұмадан бастап шотты Каспий KZ ұялы қосымшасында үйден шықпастан ашуға болады. Толығырақ тілші бейне материалында. Мемлекеттен 42.500 теңге көмекті алу үшін банкте шотыңыз болу керек. Сондықтан банктерде ұзын кезек пайда болды. Көпшілік қазіргі кезде мұның қауіпті екенін түсінеді. Алайда шот нөмірі керек, сондықтан адамдар үйінен шығып, банк бөлімшесіне баруға мәжбүр. Бұл жолда қазақстандықтарға Каспий KZ жетекші инновациялық компаниясы көмекке келіп, ерекше сервисті іске қосты. Алдағы жұмадан бастап Каспий Gold шотын үйден шықпастан Каспий KZ қосымшасында онлайн ашуға болады. Біз карантин кезінде қазақстандықтардың әлеуметтік көмекке шот ашу үшін банктердің бөлімшесіне барып жатқанына қатты уайымдадық. Біздің команда рекордтық мерзімде ең заманауи технологияларды қолдана отырып, инновациялық сервисті іске қосты. Біздің сүйікті клиенттерімізге бөлімшеге барып, кезекте тұрудың қажеті жоқ. Енді Каспий Gold шотын Каспий KZ қосымшасында үйден шықпастан ашып, әлеуметтік көмекті алу үшін пайдалануға болады. Бұл өте жақсы жаңалық. Біз осындай мүмкіндіктің пайда болғанына қуаныштымыз. Карантинге байланысты қазір орталыққа барып, бөлімшелерге барып шот ашыру мүмкін емес, шыға алмаймыз. Сондықтан үйден шықпай-ақ, үйде отырып онлайн түрде шот ашу ол адамдарға берілген жақсы мүмкіндік. Асыға күтеміз. Біз цифрлы сервистерді қолдануды үйрендік. Бұл тиімді, ыңғайлы, қазіргі жағдайда әрі қауіпсіз. Президент әкімшілігі көшедегі кезекке бірінші болып алаңдаушылық білдіріп, банктерді бұл мәселені тезірек шешуге шақырды. Каспий мұны президенттің цифрландыру жөніндегі кеңесшісімен талқылап, рекордтық мерзімде ерекше онлайн сервисті әзірледі. Ол алдағы жұма күні іске қосылады. Бірақ мен оны дәл қазір сынап көрдім. Бәрі жылдам және тез. Шот ашып, қаражатыңызды картасыз онлайн басқара аласыз. Ал пластик картаны төтенше жағдай мен карантин аяқталған соң алуға болады. Сымбат Ғалымбекұлы, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.